Ары қарай жалғастырайық. 7-7 есеп. 12 оқушы математика және физика бойынша емтихан тапсырды. 2 емтихан бойынша бір оқушы математиканы, 3 оқушы физиканы, бір оқушы 2 пәннен емтихан тапсыра алмады. Үлгерімі төмен оқушылар саны қанша? Енді бұл жерде бір оқушы математикадан, 3 оқушы физикадан және бір оқушы екеуінен де тапсыра алмай қалды. Демек, бір қосу үш, жаңағына екеуінен де алдыңғы есептердегі сияқты екеуінен де болғандықтан қайталанып отырған осы бірді азайтамыз. Сонда барлығы үш оқушы емтиханды тапсыра алмай қалған екен. Келесі есеп, 42 оқушы математикадан, 37 оқушы информатикадан және 19 оқушы екі пән бойынша олимпиада қатысты. Осы пәндер бойынша олимпиада қанша оқушы қатысты? Тағы да ұқсас есеп, 42-ге 37-ні қосамыз да, екі пәнге де қатысқан оқушылар санын азайтып тастаймыз. Сонда мұнда болады екен 79, одан 19 азайтсақ, демек 60 оқушы. 7-9 есеп. 9 жай және жұпсандардың жетеуі жай сан, біреуі жай жұпсан. Осы 9 санның қаншасы жұпсан? Енді жалпы бізде барлығы 9 сан, оның біреуі жай жұпсан. Біз білеміз, 2 деген санымыз ғана бізде жай және жұп болады, иә? Басқа жұпсандар жай сан бола алмайды. Барлығы 7 жай сан бар дейді, яғни бір санымыз 2 болып тұр. Тағы да осыған қоса тағы да 6 сан керек. 7 жай сан болу үшін. Сонда бір сан, 6 санымыз 7 сан болады. Сонда тағы да 2 санымыз мына жерде жұп болу керек. Сонда барлығы 1 қосу 6 қосу 2-міз бізге керек 9 санымыз шықты. Олардың арасынан 1, тағы да 2, сонымен 3 жұп сан болады екен. 10 саннан үлкен 30 санның ішінде 20 жай сан, 25 тақ сан бар. Осы сандардың арасында қанша жай тақ сан бар? Жалпы бұл жерде есепті шығарудың да қажеті жоқ, жауабы 20 болады. Себебі әрбір жай сан, біз айттық 10-нан үлкен болғандықтан, 10-нан үлкен кез келген жай сан ол тақ сан болады. Сондықтан қанша жай санымыз бар, оның барлығы тақ сан болады екен. Келесі, тік төртбұрыш ромб шаршының барлық саны 20, оның 14 ромб, 9 тік төртбұрыш шаршының саны қанша? Енді бұл жерде біз шаршының тік төртбұрыш екендігін және ромбқа, тік төртбұрышқа да ромбқа да қатысты тән шарттарды қанағаттандыратын ескеруіміз керек. Ромбқа қатысты шаршының да ромбтың да барлық қабырғалары не? Бірдей. Тік төртбұрышқа қатысты тік төртбұрыштардың барлық бұрыштары тік, шаршының да барлық бұрыштары тік. Демек, бұл жерде жаңағы 7-7, 7-8 есептерге ұқсас барлығынан жаңағы біз қанша артық болып тұрған есептеуіміз керек, сол бізде шаршының саны шыға келеді. Демек, 14-ге 9-ды қосамыз, болады 23. Осы 23-тен барлығы 20 фигура берілген деп тұр, 20-ны азайтамыз. Сонда осы қалған 3 фигурамыз шаршы болады екен. Назарларыңызға рахмет. Келесі есептерді енді келесі видеодан қараймыз.